Уважаемые коллеги, любимые наши ученики, дорогие наши родители, весь коллектив Назарбаев интеллектуальной школы, хочу поздравить с 5-летием нашей любимой школы. Вместе с вами за эти 5 лет мы достигли очень больших высот. Сбываются наши самые смелые амбиции. И сегодня я хотела бы, конечно, вспомнить самые интересные моменты нашей работы, нашей первой встречи. Для меня особо запоминающимся моментом является, конечно, встреча с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в мае 2012 года, когда он посетил нашу школу как строящийся объект. Школа на тот момент продолжала строиться, поставлялось оборудование, и он пришел посмотреть, как идет ход строительства. Было очень интересно услышать от него слова напутствия. Для меня это было очень волнительно. И, конечно, очень важна миссия наших школ. Сейчас их 20. За эти 5 лет мы смогли стать настоящей большой командой, которая преследует единственную цель – это воспитание будущих лидеров нашей страны, граждан, которые будут представлять Казахстан в мировом сообществе, которые конкурентоспособны и во время обучения в высшей школе, затем на рынке труда. Сегодня школа Уральска стоит твердо на своих ногах. Мы являемся членами Международного совета школ. Школа является лучшей олимпийской командой по гуманитарным наукам. Наши ученики составляют костяк сборной Казахстана по робототехнике и представляют страну на мировых подиумах. И таких заслуг у школы очень много. Школа, растем мы, вместе с нами растут наши ученики. Я желаю всей команде Назарбаев интеллектуальной школы города Уральска также смело, поступательно двигаться к нашей высшей миссии. Ойыма түсетін қазір 12-ші сынып оқушыларым. Бірінші жыл келгенде кішкентай балақандар қазір үлкен білімді, ақылды азамат болып өскеніне қуанам. 5 жылда олар әртүрлі жетістіктерге жетті. Мен ойлаймын, алдағы уақытта осы балалар оқу емтиханды жақсы тапсырып, қалаған оқуларына түссе екен деп тілеймін. Осы оқушыларымыздың жетістігі арқылы мектебіміздің мәртебесі көтеріле берсе екен деп тілеймін. 1 октября началась моя педагогическая деятельность в данной школе. Конечно, первое ощущение – новая программа «Критериальное оценивание». Я помню свою первую статью использования диалога на уроках математики, которая печаталась, и был приглашен в Астану на международную конференцию. Осы мектептегі менің ең алғашқы жетістігім ол 7-ші сыныпта оқып жүріп Гонконг қаласына аттануым, яғни Викимани 2013 халықаралық конференцияға қатысуым бұл менің ең бірінші жеңісім болып табылады. Себебі мен 7-ші сыныпта кішкентай зияткер болып отырып, осындай дәрежеге қол жеткеніне өте қуаныштымын. Соның арқасында сапалы білім ала отыра, мен робототехника үйірмелеріне қатысып, жұмыстарын жасай отырып, мен одан әрмен басқа да үлкен мүмкіншіліктерге ие болдым. Мектебіміздің ең алғашқы ұстаздарының бірі ретінде 2012 жылы қаңтар айында 7 әріптесімізбен бірге осы мектепте өзіміздің қызметімізді, ұстаздық қызметімізді жалғастырған болатынбыз. Мектебімізге 5 жыл толса да, бірақ оның әрбір алғашқы қоңырауы, оның алғашқы сабақтары күні кеше ғана өткенде әлі есімде. Өзімнің ең алғашқы педагогикалық жолым әрине осы мектептен басталды. Сонымен қатар кәсіби тұрғыда жетілуім, білім беру процесіндегі ұйымдастыру, басқару ісіне араласуым әрине барлығы осы мектеппен байланысты. Мое первое впечатление от школы – это ощущение простора, света. Простор такой, который ассоциируется с новыми надеждами. Сын мой ходит в выпускной класс, и мы надеемся, наши надежды уже оправдываются, и что в дальнейшем они еще оправдаются. И
он успешно поступит в хороший вуз и продолжит образование. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі ең алғашқы жетістігім бұл мектеп кеңесінің мүшелігіне өтуім болды. Бұнда мен өзімнің ұйымдастырушылық қабілеті мен көшбасшылық қасиетімді дамытқан болатынмын. Және де топпен жұмыс жасай отырып, әртүрлі адамдармен тіл табысудың қыр-сырына үйрендім. Самое первое впечатление о школе, которое промелькнуло у меня в голове, когда я увидел это здание, как бы не потеряться в этом здании. И что будет, если я пропаду, кто здесь меня найдет? Пожелать этой школе – это процветание и долголетие. Сейчас мы отмечаем 5-летие, надеюсь, также мы будем весело отмечать 10-летие, 15 и 20-летие. Пусть процветает всегда наша школа. Осы сәтте Назарбаев зияткерлік мектебіндегі алғашқы күндерім есіме түсуде. Жаңа ғимарат, заман талабына сай құралдармен жабдықталған кабинеттер, қызықты кітаптарға толы үлкен кітапхана және де оқушыларды білім нәрімен сусындатқан ұстаздар қауымы. Осының барлығы оқушыларды білім алуға деген қызығушылығын арттырды. Артта қалған 5 жылда ойға оралатын оқиға әрине алғаш рет мектепке кірген кезімде зәулім ғимарат, заманауи құралдармен жабдықталған кабинеттер, ең білікті мамандар, осылардың барлығы оқушыларға жасалған зор мүмкіндік екенін алғашқы көруім. Жас маман ретінде облысымызға белгілі мектепте қызмет атқару мен үшін үлкен мәртебе болды. Зияткер мектепте дарынды оқушылармен жұмыс жасау, әрі қарай тәжірибемді шыңдау маған үлкен жауапкершілікті жүктеді. Әр бала өз отбасынан тәрбие алады. Жатақхана олардың екінші үйі. Әр жерден әр түрлі тәрбие көрген балалар бір-бірімен тіл табысып кетуі оңай емес. Біз 5 жылдан бері біздің арамызда қалай қызықты, қиын сәттер өткіздік, бірге өткіздік. Ең алғаш мен осы мектепке түстім деген сөзді естіген кезде мен өте қатты қуандым. Өйткені осы мектепке түсу менің арманым және алға қойған мақсатым еді. Мен осы мектеп туралы 2-ші сыныптан бастап білемін, және де осы мектепке түсу үшін мен әрқашан сабағымды 5-ке оқып, осы мектепке түсуге талпындым. Когда я узнала, что поступила в Назарбаев интеллектуальную школу, я была очень рада. Я была готова прыгнуть до небес от счастья. Когда я первый раз ступила за порог этой школы, мне было очень приятно. Все было так, как я предполагала. Огромная светлая школа, доброжелательные учителя и вежливые ученики. Ең алғаш Назарбаев зияткерлік мектебіне түскен кезімдегі сезімім менің арманымның орындалғанын түсіндім. Бұл мектепте оқуды 3-ші сыныптан бастап армандаған болатынмын. Әрине, менде қобалжу және қорқыныш болды. О Назарбаев интеллектуальной школе я знаю со 2 класса. И после этого я поставила себе цель поступить сюда и медленно ее достигала. Впервые, когда я узнала, что я прошла и я здесь буду учиться, я была в восторге. Все за меня так радовались, все поддерживали, и я была в таком состоянии, что просто хотелось плакать.